Сәлем балалар! Бүгін біз бірге қызықты есептер шығарамыз. Бізбен бірге есеп шығаруды үйрен. Балалар, 15-тен 7-ні алсақ қанша болады? Әрине, 8 болады. Балалар, 10-ға 5-ті қоссақ қанша болады? Дұрыс, 15 болады. Балалар, 5-ке 5-ті қоссақ қанша болады? Дұрыс, 10 болады. Балалар, 10-ға 10-ды қоссақ қанша болады? Дұрыс, 20 болады. Балалар, 12-ден 4-ті алсақ қанша болады? Дұрыс, 8 болады. Балалар, 15-тен 5-ті алсақ қанша болады? Дұрыс, 10 болады. Келесі есеп 18-ден 8-ді алсақ қанша болады? Дұрыс, 10 болады. Балалар, 20-дан 5-ті алсақ қанша болады? Дұрыс, 15 болады. Балалар, 20-дан 4-ті алсақ қанша болады? Дұрыс, 16 болады. Балалар, 20-дан 7-ін алсақ қанша болады? Дұрыс, 13 болады. Балалар, 20-дан 2-ні алсақ қанша болады? Әрине, 18 болады. Келесі есеп 17-ге 3-ті қоссақ қанша болады? Дұрыс, 20 болады балалар. Келесі есеп 20-ға 8-ді қоссақ қанша болады? Дұрыс, 28 болады. Балалар, 20-ға 20-ны қоссақ қанша болады? Дұрыс, 40 болады. Балалар, 40-тан 5-ті алсақ қанша қалады? Дұрыс, 35 қалады. Балалар, 40-тан 10-ды алсақ қанша қалады? Дұрыс, 30 қалады. Балалар, қазір есеп шығарайық. 40-қа 10-ды қоссақ неше болады? Дұрыс, 50. Келесі есеп. 50-ден 5-ті азайтсақ неше болады? Дұрыс, 45 болады. Келесі есеп. 50-ден 10-ды азайтсақ неше болады? Дұрыс, 40 болады. Балалар, неше шар қалды? Дұрыс, 3 шар қалды. Балалар, неше алма болды? Дұрыс. Мұнда 4 алма. Балалар, енді неше сәбіз қалды? Дұрыс, 3 сәбіз қалды. Балалар, 6 машинеден 1 машинені алсақ неше қалады? Дұрыс, 5 машине. Балалар, 6 топтың ішінен 3 топты алып тастасақ нешеу қалады? Дұрыс, 3 топ қалады. Балалар, қане, бірге санайықшы. Мұнда неше шие бар? Дұрыс, 6 шие. Балалар, 5 кәмпитке тағы 5 кәмпит қоссақ, барлығы неше кәмпит болады? Дұрыс, 10 кәмпит. Балалар, 7 жұлдызға 2 жұлдыз қоссақ, қанша болады? Дұрыс, 9 жұлдыз. Балалар, 7 жұлдызға 2 жұлдыз қоссақ, қанша болады? Дұрыс, 9 жұлдыз. Балалар, 8 доптан 3-еуін алсақ, қанша қалады? Дұрыс, 5 топ қалады. Балалар, 7 бананнан 2-еуін алсақ, қанша қалады? Дұрыс, 5 банан қалады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі есептерімізді жақсы шығардық. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.